Төртінші деңгейлі бюджет. Бұл былтырғы жылы сайланған округ әкімдерінің қолындағы үлкен мүмкіндік. Ал сол әкімдер қазір қандай жұмыспен айналысуда? Ел сенімінен шыға алды ма? Ол туралы біздің арнайы жобамыздан біле аласыздар. Бүгін біз Қайыршақты ауылдық округінің әкімдігіне келдік. Бізбен бірге болыңыздар. Мен келіп өзім 6 ай мерзімде осы ауылдардың барлығын аралап шықтық. Не қажет емес еді. Мана айтқан инженерлік коммуникациялардың бәрі жүргізілген. Бұл жағынан ешқандай проблема жоқ. Проблема бұл ауылда мана сосын аялдамалар мәселесі бар. Сосын мына жаяу жүргіншілер жолы дейміз. Тротуар енді 2023-те басталған. Сол мәселелер бар. Біз қазір Жұлдыз ықшамауданына осы жаяу жүргіншілер жолын жүргізуге проект жасап отырмыз, жобаны. Сондай жүргізіп, осы биыл бітсе, енді келесі жылы жүзеге асырамыз. Біз барлық мекемелер, жаңадан мектептер ашылып жатыр еді. Осы былтырғы жылдың өзінде 2 мектеп ашылды. Жайлы мектеп, келешек мектептен 900 орындық, Жұлдыз 3-пен. Орында ашылу жоқ қой қазір? Қазір бізде Көктем ықшамауданында бір мектеп қалды. Соның балдарына Томарлыда, Жұлдызда оқып жүр. Қазір енді бітті құрылысы. Қазір бір құжаттарын не істесе, сонда бізде мектеп бойынша ешқандай мәселе болмайды. Сеніммен шығып жатырмын деп ойлайсыз ба өзіңізді? Өзімізде бәрімізде ауылда тұрғасын, ауылдың мәселесін ішінен білеміз. Енді халыққа қажетті қазір ең бірінші мәселе мектеп, сосын мана тасымал мәселесі, автобустың мәселесі, жол, сосын балалар ойын алаңы, ауыз су, свет, газ барлығын қамтамасыз етіп, саябақтарды осы жақта көбейтуіміз керек, адамдардың демалатын орындар осы жақта. Қазір ауылда өздерінде болу керек, демалатын. Сол бағытта жұмыстар жүргізілмеген, сол бағытта біз жұмыстарды күшейтеміз. Саябақта мысалы қандай жоспарларыңыз бар алдағы уақытта? Қазір сосын біз мына үлкен өзіміз жобаны енді бұрыннан жалғасып жатқан жоба, сол жобаны қазір бітіріп жатырмыз. Мына 4 елді мекенге біз үлкен комплекстер салайын, адамдар демалып отырады. Ішінде ол жерде спорттық, баскетбольный, футбольный алаң болады. Ішінде комплексный болады. Адамдар отырып, парк сияқты. Жоқ, ашық. Қай жерде салынып жатыр? Футболға жобамыз? Оны бастаған жоқпыз. Қазір құжаттарын бітіріп жатырмыз. Үлкен жоба, ол Көктем ықшамауданы, Жұлдыз, Ақжар және Талғайраң 4 елді мекенге үлкен осындай кешенді үлкен. Кешен, комплекс. Спорттық мүмкіндік бар, оның ішінде спортпен шұғылдануға сосын демалысы отырады адамдар. Баскетбол ойнайды, футбол ойнайды, балалар ойнайтын алаң болады, барлығы сөйлейді. Кез келген тұрғын емін-еркін келіп. Емін-еркін кіріп. Соны қазір бір ең үлкен қаражаты да өте үлкен, миллиардтың үстіне шығады 4 комплекстің өзі. Қазір соны жүзеге асырып, құжаттар қазір экспертизадан шығу керек. Мемлекеттік сараптамада шықса, соған қаражат сұрап, соны іске асырса, қалада салынып жатыр ғой комплекс. Одан да жақсылау деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз соңғы нелерді енгізіп, проектіге жобаға соның бір іске асырамыз деп жоспарлап отырмыз. Үлкен бір жақсы жобалардың бір. Сосын тұрғындардың өздері де сұрап жатыр, мына Бесікті дейтін ең біздің шеткі ауылымыз бар. Соның ішіне өздері тұрғындар бұрынғы мектептің орны бар. Сол жерге саябақ салып берсе, сосын өздерінің соғысқа кеткен сол ауылдан азаматтар бар, солардың аттарын жазып, соның ішінде сондай бір жазып берсе, салып берсеңіздер деген. Сол жұмыстар основном енді ауылдың барлығы сумен, жылумен барлығы қамтылған, толықтай қамтылған. Бір жылдың ішінде біз проектін жасап бітіріп, 2 жылда ол жоба жүзеге асып өзінің нәтижесі беруі мүмкін. Просто халық келеді, әкім келді, ананы неге жасамайды, мынаны неге жасамайды. Қандай мәселені қолға алдыңыз сол ғой біз? Енді мәселе көп бұл жерде. Халықтың енді қолайлы өмір сүруге қолайлы жағдай туғызу үшін, ендігі біздің жұмыс жасайтынымыз сол остановка, жаяу жүргіншілер жолы, жарықтандыру мәселесі, кейбір көшелер қалып қойған. Сол мәселені қолға аламыз. Ақсайға қатысты не айтасыз?
Ақсайда біз биылғы жылы балалар ойын алаңдарын жасаймыз. Саябақ бар бізде Ақсайда. Саябақты жоспарлап отырмыз. Биыл жерді шығарып қойдық. Қанша тұрғын бар жалпы Ақсайда? Ақсайда бізде Жобамен айтсаңыз да болады. 2000-дай тұрғын бар ғой, шамамен. 10,5-2000 айналасында. Саябақ бар, Ақсайдың өзіне біз саябақ жоспарлап отырмыз. Оның ішіне мана несін қоямыз, адамдар демалатын жері, барлығын ішіне жасап береміз. Жұлдыз ықшамауданы бойынша 1-2-66 километр орталық кәріз жүйесі жүргізу керек. Қазіргі уақытта 60% жұмыс аяқталды. Жалпы жұмыс мамыр айында аяқталу керек жоспар бойынша. Енді көптеген мәселелер бар. Енді бірінші кезекте жүргізіп жатқасын бірінші рет тұрғындар тарапынан түсінбеушілік мәселелер бар. Үйдің алдынан өтетін стяжкілері бар. Солардың мәселесі бойынша күнделікті біз шығып, тұрғындармен жиналыс жасап, мынау үкіметтің жері болғандықтан біз өтіп кетеміз, аккуратны кесіп, осылай не істеп кетеміз. Ар жағын өздері тұрғындар өздері жасап алады. Проект бойынша солай түсіндіріп, барлығына да айтып жатырмыз. Көптеген мәселелер бар. Кейбіреуінің септиктер үйінің артында бер қарай мен қалай шығарам деген сияқты әңгімелер бар. Енді жаңадан жүргізіліп жатқасын көптеген мәселе бар. Үйлердің ішіне шаруақ орналастырғандар да бар ғой. Шаруақ орналастырған қашық дейді маған. Көпте 50 км, 60 метр мен қаражатым көтермейді. Көп мәселе көп. Енді оны тұрғындармен бірлесіп жүргізіп жатырмыз, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, жиналыс та жасап жатырмыз. Тікелей шығып осылай проблема болып жатса, мана мердігер мекемемен на месте түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.